Саламатсыздар ма? Бірге мен Сая. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бразилия елінен 40 шақырым жерде орналасқан Кимада-Гранди аралы білесіз бе? Кимада-Гранди өте әдемі. Ол жерде тау шыңдары бар. Өте әдемі орман алқаптары өседі. Ол аралдың жағажайы өте әдемі. Бірақ Кимада-Гранди аралында ешқандай қонақ үй, машина жүретін тас жол, ұшақ қонатын аэропорт жоқ. Кимада-Грандиде ешқандай адам жоқ. Ойнап жүрген балалар да жоқ. Және күннің батуына ешкім күтпейді. Бұл аралды адамдар әлде қашан тастап кеткен. Бұл жерге адамдар өмір сүруге қайтадан келеді деп ойламайсыз. Себебі Кимада-Гранди аралын улы жыландар жаулап алған. Бұл аралда 2000 түрлі жыланның 4000-нан аса данасы бар деседі. Сонда бір жылан мен адамның арасы 90 сантиметр ғана болады. Енді елестетіңізші, сіз кетіп бара жатасыз. 90 сантиметр қашықтықта сіздің дәл қасыңызда жылан кетіп бара жатуы мүмкін. Аралда жүретін жылан мен кәдімгі жыланның уының айырмашылығы аралдағы жылан 3-5 есе күштірек болады. Аралдағы жылан адамды шақса, онда адам бірден тіл таппай кетеді. Жыландардың аралға келуінің екі аңызы бар. Біріншісі, ежелгі кезде адамдар алтындарын тығып қою үшін, оларды ешкім таппауы үшін шамалы жыландарды апарған. Олар лезде көбейген. Екіншісі, аралдағы су деңгейі көтеріліп түсуі. Жыландардың бұлай көбеюі оларға адамдардың кедергі келтірмеуі. Бұл аралды маяқ бақылап тұрады, басқа адамдардың кедергі келтірмеуін. Кейбір туристер қызық іздеп бұл аралға барады, жыландардың түрін көру үшін. Ал кейбір адамдар жыланды аңдып, оның уын алып ғалымдарға және медицинаға 10.000 мен 30.000 доллар арасында сатады. Медицинада жыланның уын жүрек ауруларына пайдаланады. Бұрынғы кезде бұл аралды өртеп жіберуге тырысқан. Bir жола жыланның көзін құртып, ол аралға егін және мал шаруашылығын бастау үшін. Егер зерттеушілер бұл аралға баратын болса, қасына міндетті түрде медицина қызметкерін алып жүру керек. Ал сіз бұл аралға барғыңыз келе ме? Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.